Сәлем оқушылар, бүгінгі біздің тақырыбымыз ақпараттық коммуникациялық технологиялар және жасанды интеллект. Біздің жоспарымызбен танысып өтсеңіздер болады. Кіріспе ақпараттық коммуникациялық технологиялар және жасанды интеллект, 5G және одан да жоғары желі технологиялары, интернет заттары, атакент іскерлік орталығы, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер. Ең алдымен кіріспеге келетін болсақ, ақпараттық коммуникациялық технологиялар ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, тарату және пайдалануды қамтамасыз ететін әртүрлі технологиялар мен құралдардың жиынтығы. Яғни бұл термин ақпараттық және коммуникациялық процестері біріктіріп, компьютерлер мен байланыс құралдары арқылы жүзеге асатын барлық қызметтерді қамтиды. Келесі жасанды интеллект. Бұл жасанды интеллектті біз барлығымыз білеміз. Қазіргі күнде өте кең қолданылып жатыр. Бұл адамның ойлау қабілеттерін модельдеу және оның негізінде жүйелерді жасау саласы. ЖИ жүйелері адамның логикалық ойлау, тіл түсіну, шешім қабылдау, бейнелерді тану сияқты қасиеттерді имитациялайды. Жасанды интеллекттің мақсаты жүйелерге ақылға ұқсас қабілеттер беру, яғни олар адамдай ойлап әрекет ете алатындай болу. Келесі жасанды интеллекттің негізгі түрлері Hero AI және General AI. Келесі 5G және одан да жоғары желі технологиялары. Біз қазіргі күнде ең жоғарғы интернет ол 5G, яғни бұл мобильді байланыс саласындағы жаңа кезеңнің бастамасы 5G желісі. Қазіргі уақытта әлемде ең кең тараған және тез дамып келе жатқан технология болып табылады. Ол айтарлықтай жоғары жылдамдықта интернетке қосылуды қамтамасыз етеді. Жоғарғы жылдамдық, төмен кешігу және үлкен байланыстыру сияқтыларды өз ішіне қамтиды. Келесі 6G және одан да жоғары желі технологиялары. Бұдан әрі 6G және одан да жоғары желі технологиялар туралы болжамдар әлі де дамуда. 6G желісі келесі кезеңде 2030 жылдардың ортасында енгізілуі мүмкін деп күтілуде. Оның мүмкіндіктері жылдамдық одан да жоғары, кванттық байланыс, интеллектуалды желілер. Интернет заттары, яғни бұл физикалық объектілер мен құрылғылардың интернет арқылы бір-бірімен байланыс орнатып, деректер алмасуы мен басқарылуын қамтамасыз ететін технология. Мысалы, ақылды үй құрылғылары, көлік құралдары, денсаулық сақтау құрылғылары және басқа да көптеген заттар интернетке қосылып, өзара әрекеттесіп, пайдаланушыларға ыңғайлы қызметтер ұсына алады. Келесі бізде сол қазіргі күнде Алматыда Атакент іскерлік ұйымы бар. Бұл Алматы қаласында орналасқан іскерлік орталық кәсіпкерлік және сауда саласындағы үлкен платформа болып табылады. Ол Қазақстанның іскерлік өміріндегі маңызды орындардың бірі болып саналады. Яғни бұл ақпараттық коммуникациялық технологиялар қазіргі күнде өте кең дамып келе жатыр және дамып жатыр десек те болады. Сонымен бірге кең қолданылып, қазіргі күнде ең керекті пәндердің, ең керекті салалардың бірі болып саналады. Пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Назарларыңызға рахмет.